66 күн күніне бір рет практика жасау сенің өміріңді өзгертеді. Сен 66 күн бойы медитация жасаған кезде сенің миың артқа қайта алмайды. Ол енді тек болашаққа қадам жасайды. Джо Диспенза, нейробиолог, кванталық физиканы зерттеуші, бұл жағдайды мыңдаған адамдармен дәлелдеген. Ғажайып сияқты естіледі ме? Жоқ. Бұл дәлелденген ғылым. Адамдарға дейін және кейін деп зерттеу жасайды. 66 күннен кейін адамның миы кедейліктің жібін үзеді. Ойлау қабілетін өзгерткенде, оның шынайы өмірі өзгереді. Жаңа ұсыныстар, жаңа мүмкіндіктер күтпеген жерден өздері алдынан шығады. Бүгін видеода сізге 66 күнде не өзгеріс болатынын айтатын боламын. Алғашқы бірінші, екінші апта өте қиын болады. Ескерту болсын. Себебі миыңыз бұл жағдайға үйренбеген, қалыпты өткен шақтағы өмірге оралғысы келеді. Күнде қайталанатын іс-әрекетке үйренген. Бүгінгі күн кешегінің айнасы. Өміріңді өзгерткің келсе, онда осы видеоны аяғына дейін толық көріп шық. Содан соң ертеңге қалдырмай, бүгін әрекетті баста. Енді 66 күн бойы сізде қандай өзгеріс болатынын апта-аптасымен айтып өтейін. Бірінші, екінші апта 14 күн. Ескі, кешегі менмен сөйлесу. Өткен өмірмен, естеліктен қоштасу. Өзіңді босату. Күнде медитацияны ешкім болмауға жасайсың. Өзіңді жаңалаудан бұрын өткендегі өзіңді жіберу. Күнде таңертең медитацияны ояна сала 20 минут жасау. Тыныш жерде, ыңғайлы орында отырып, көзіңді жұмып, өзіңді кім екенін еске түсір. Өзіңмен сырлас. Терең демал. Миыңда қандай өзгеріс болады? Артқа қайт. Бұл жұмыс жасамайды деген сылтаулар айтады. Бірақ бір күн тоқтап қалсаң, онда артқа қайтқаның. Сондықтан тоқтамау қажет. Үшінші, төртінші апта 15-ші, 28-ші күн. Бұл аптада жаңа адамды қалыптастырасың. Бірінші, екінші аптада өткенді босатсаң, бұл аптада жаңа адамды қалыптастырасың. Енді жаңа адамды елестет. Сен қандай адамсың? Бай кезінде қандай боласың? Тек қаржылай емес, санасы бай адам ретінде сен өзіңді қалай елестетесің? Соны көз алдыңа елестет. Медитация 25 минутқа ұзарады. 5-ші, 6-ші апта 29-ші, 42-ші күндер. Жаңа адамды толықтай қалыптастыру. 40 күн шыдаған адам енді артқа қайтпайды. Медитация 30 минут ұзарады. 5-ші, 6-ші аптада сен елестеткен адамды енді сезінесің. Іскер, бай адам болған кезіңде өзіңді үйде, көшеде, жұмыста қалай ұстайсың? Дәл соны елестетіп сезінесің. Эмоциясын сезінесің. Жаңа мүмкіндіктің барлығын пайдалану керек. Іштей сол нәрсеге шүкіршілік айтасың. Сенде ол бай өмір әлі басталмаса да, соны елестетіп, сезініп, эмоция білдіріп, шүкіршілік айта біл. Кешке қарай 10 минут
көрінбейтін ақшаға алғыс айту. Ертеңгі күн бүгінгі күннен де керемет өтеді деген сеніммен ұйықтау. Бұл сезім енді сен үшін қиын емес. Себебі сен бұл сезімді сезініп үйренгенсің. Жұмысыңда өзгерістер болады. Кездейсоқ келісімшарттар болуы мүмкін. 7-9 апта 44-66 күн. Бұл финал. Енді сен медитация жасаудан мүлдем қиналмайсың. Сен сол сезімді сезініп үйренгенсің, елестетіп үйренгенсің, сол өмірмен өмір сүріп үйренгенсің. Сана мен дене бірігеді. Медитация уақыты 15 минутқа қысқарады. Ақша оңай жолмен келеді. Жұмыста жаңа ұсыныстар. Бірақ сен оған таң қалмайсың. Себебі сен бұл сезімді білесің. 66 күні сен мүлдем өзге адамсың. Өзіне сенімді, өткен шақты босатқан, еркін адам. Енді 67 күні сенің өміріңде түбегейлі өзгерістер болады. Енді осы сезімді артқа қайтармау үшін, әрекетке көшу үшін, және де нәтижеге жету үшін кедергі келтіретін қателіктерді атап өтейік. Ол біріншісі сенақтылық. Бір күн болса да қалдырмау. Медитацияны 66 күн тоқтамастан жасау. Бір күн артқа қалдырсаң, болды. Онда күнің артқа кетеді. Қайтадан басынан бастау керек болады. Екіншісі сезінбеу. Яғни сен ойлағаныңды сезінбеу, уақытты жоғалту. Ойладың ба, онда сезін. Сол өмірмен өмір сүр. Үшіншіден, тез нәтижені күту. Нәтиже бірден келмейді. Бірінші сезінесің, одан кейін барып нәтиже келеді. Төртінші, сенімділік. Бір күн медитация жасап, счетті тексеріп, ақша түспеді ғой деп сенімсіздік танытуға болмайды. Күтесің, сабыр етесің. Бесінші, ол орта. Егер сенің ортаң артқа тартатын болса, 66 күнің босқа кеткені. Өзіңе лайықты орта тап. 66 күн соншалықты көп емес. Өзгеру үшін уақытыңды, ұйқыңды қый. Сен өзгерсең, әлем өзгереді.